Apanın başında koyunlar, görüşürüz Bayan Apan. Anamın et ata görüşürüz. Eksimizlerге, Аразенденен Калифисин тайлар досым, Света деген менің подруга достарым, мен Ташалғудың тойларында. Кім? Калифисин тай деген. Я Света деген менің подругам. Мен апарып тастадым сол қызды. Солар. Тағы бір бұлмашты. әкесімізге бұлмашыл алған менен қартыма. Ғинят па бірінші өз әкесі? Аха. Бірінші әкесі ғой. Қайттығы марқұмда болдық. Апай да қайтты күсіп. Иә, Сарапа. Штапа Сарапа, орыс мінезі, орыс қашатысы бар ғой. Халық көп, мінекей төменде мынау бәрі халық толып отырған. Екі қанатында да толып, мына жағында балкон, біздер балконда отырып, халық толып тұр. жетекшісі құрмет ордені, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Еркін Нұрымбетов. Әнмен сөзі Баян Қабиева. Ағапа, орындайтындар Баян Құлайқызының шәкірттері Гүлмереке Сәрсенова, Гүлмира Серғазиева. Біздің жақта апа дейді ғой. Мир, пожалуйста,
барлығында. Бүгін енді мына сәрсенбінің сәтті күні дәстүрлі өнер орталығымызға тағы бір жинап келіп қалдыңыздар. Қош келіп жатсыздар. Мынау енді қазақтың әндерін, керемет жырларын, мынау сазгерлердің әндерін жас ұрпаққа үлгі өнеге етіп жүрген аталарсыздар. Мен соны мақтан етемін. Біз өткен кездескенімізде Өмірбек Байділдаевты жаңағы туған ел деген ән айтқан болатынбыз. Біздің репертуарымызда Абай болмаса, ол қандай ән болады? Абайдың әндері болмаса. Осы жанұялық ансамбльді құру сонау 88 жылы жас алдында еңбек етіп жүрген уақытымда ойға келді. Сол әкемнің атына аты өшпесін деген бағытта құрметіне сол Қабиловтер жанұялық ансамбль деп құрған болатын. Содан бері бірнеше дүркін республикалық облыстық байқаулардың жеңімпазы болдық. Біздің ортамызда бұдан 30 жыл бұрын болған менің әнелерім, сіңілерім болып еді, ағаларым болып еді, барлығы да дүниеден озып кетті. Бірақ өлмейтін өмір үндестігі осы өнер болса керек, өмірді жалғап келе жатырған өнер, оның жаңағы өліп кеткен әнелерім жоқ. Солардың ұрпақтары бұл күнде жалғастырып жатыр. Қай жерде барсаңыз да, қай жерге филармонияға барып, мектепке барып, барлығында біздің осы Қабиловтық жанұялық ансамбльден шыққан ұлдар мен қыздар. Сол үшін мақтанамын. 1993 жылы республикалық Кереку қаласына бардық. Сол бір сәтті анамызбен есінде шығар. Есінде 1993 жыл республикалық отбасылық ансамбльдер конкурсы болады деп мен жаңадан кейін болып түскен жылдарым жақсы өнер көрсетіп сахнада республикалық байқауда отбасылық екінші орын алдыңыздар дегенде қуанғанымыз әлі есімде болған. Соның ішінде ана вокзалға түскен кезде вокзалға түсіп хабарлап жатыр. Құрметті Қабиловтар отбасылық ансамблі Кереку қаласына қош келдіңіздер деген кезде бастайтын тарту ма деп таң қалғаным мен сонда. Жалпы ең бірінші енді үлкен сахнаға 93-те болып барғанбыз. Сол мамасының енді сценарийіндегі біздің айтып жүрген әндеріміз дұрыс таңдай білгендіктен шығар деп ойлаймын. Бұл кезде мысалға ана заманнан, совет заманынан енді егемендікке көшіп жатқанда халық кішкене рухани аш болды ғой. Қалған әндері біздің дәстүрімізге жат емес, өзіміздің қанымызға сіңген әндерді сол кезде бастап мамасының өзін жаңартқан. Абай сөйленбейден бастап халық әндері сондайларды өзіміздің жанұялық ансамбльдің фольклорымен айттық. Халық деген өзім байқағаным сол кезде мен шатыспасам 14 жастамын. Бірақ халық өте жылға қабылдайтын еді сондай әндерді. Шулап, қол соғып, орындарынан көтердім. Тағы да бір өтімде бір керемет біздің әндеріміз ол анамыздың әні ғой. Үнемі анамыздың әні ол жайдан жай бір туған әндер емес. Біздің мысалға өзіміздің Қараөзен әнімізден Саршанақ қайсы деген ол анамыздың туған жері деген махаббатынан шыққан содан туындаған әндер. Сондай әндерде біздер ансамбльмен де эстрадымен де қосылып айтсақ халыққа өте жылы қабылдайды. Сол әндер біздің қоржынымызда әлі бар. Кез келген өнер өз тілінде ғана мінсіз, өз көркем кеңістігінде ғана шебер. Баян жетекшіде көркемдеулердің рухани кеңістігін ашты. Болмысты көркем меңгерудің жаңа үлгілерін жасады. Оның бәрі бір жүрекке жалғасқан, бір жүрекке құятын тамырлар сияқты. Бір көзқарастың, бір көркем ұстанымның, бір ішкі шешімдердің нәтижесі.
Баян Құбайқызы өнері дүниедегі бар жақсылықтар қамтылған тамаша туынды. Ол 1971 жылы Ғарифолла Құрманғалиев класынан бастау алған еді. Алматыға арман туып барған кездерім болатын. Абай атындағы опера және балет театрынан бір-ақ шықтым. Ол жерде дәстүрлі ән класының жоқ екенін мен білмедім. Қолымда домбырам Әділқасыров алқасының алдына барып әнімді шырқай жөнелдім. Бірақ емтихан біткеннен кейін бір Әділқазы алқасы менің қасыма келді. Айналайын, сен ертең классыңа 75-ке бар. Ғарифолла Құрманғалиев деген ағаң бар. Сол кісіге біздер телефон шалып қоямыз. Жақсы ма деді. Мен қуанып кеттім. Менің ойымда, бар арманым да сол Ғарифолла Құрманғалиевті көріп еді. Таңертең асығып студияға бардым. Алдымнан Гүлжахан Ғалиевна деген апайымыз шығып қарсы алды. Бір уақытта есіктен кіріп келе жатқан қимылы ширақ алпыстардағы азамат кіріп келді. Сөйтсем, ол Ғарифолла Құрманғалиев екен. Ғареке, кәні, мынау батыстан келген қыздың әнін бір тыңдап жіберші деді. Мен де сәл іркіліп барып, өзімнің білетін әнім әдемі қыз әнін шырқай жөнелдім. Осылай мен емтихансыз дәстүрлі ән бөліміне оқуға түстім. Студияда дәстүрлі ән үйрететін Жүсіпбек Елебеков те бар еді. Әй Ғареке, осы томпақ қызыңды маған берші, арқаның әндерін үйретейін деп талай қолға салған болатын. Бірақ Ғарекең өз үйретті, талапта қоя білді, қамқоршымда бола білді. Әншінің әрбір өнер туындысы өмірді түсудің негізгі кілті екен. Арада өткен 53 жылдың белесіндегі тұңғыш жалпақтал балалар мектебі жанынан ашылған терме сыныбы, халықтық Қабиевтер жанұялық ансамблі, Шапаған әжелер ансамблі, үлгілі қыз жібек термешілер ансамблі, дәстүрлі өнер орталығы соның еңбегі нәтижесі. Алматыдағы артист болмасам да, ауылда жүріп, жерлестерімді өнерге тарттым. Өзімді үйрендім, өзгемді үйреттім. Әулетімнің өнерін бір ортаға топтастырдым. Шәкірт тәрбиеледім. Міне өмірімнің мәнін осылай таптым. Иә, ондағы өнер мен өмірдің байланысын айтсаңызшы. Көрген сайын өмір нұрланады, жан жадырайды. Көркем кеңістікке айналды. Оған саяхат жасарда қалайша толқымассыздар. Ол әлемге кірсеңіздер, шығуларыңыз қиын сірә. Асылхан Бұлтанов, ауылым, сағынышым. Орындайтын халықтық Қабиевтар,